Саламатсыздар ма, пайдалы кеңес арнасының көрермендері? Бүгінгі видеомызда ешкі сүтінің 99 ауруға ем түрін айтатын боламын. Видеомыз басталмас бұрын подписация кнопкасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Достар, күнделікті жаңа видеолар шығарылатын болады, видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Достар, күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын, ал ендеше видеомызды бастайық. Қойдың сүті қорғасын, ешкі сүті ем деп келген қазақ халқы ешкі сүті адам ағзасына пайдалы екендігін өте ерте замандардан бері білген. Ешкі сүті А, С, В, Д, Е дәрумендерімен басқа да микро және макро элементтер қорының қайнар көзі болғандықтан адам ағзасына өте пайдалы өнім. Бұл жануардың сүті сонымен қатар белгілі бір аурумен ауыратын науқастар үшін ең тиімді табиғи дәрі болып табылады. Мысалы, айта кететін болсақ, аллергияға бейім адамдарға сүт өнімдері жақпайтындығы бәрімізге белгілі. Мұндай науқастар әсіресе сиыр сүтін пайдалана алмайды. Себебі сиыр сүті аллергияның қоздырушысы. Бірақ сүт сіздің ағзаңызға қажет. Ойлап қамығудың қажеті жоқ. Оны 100%-ға алмастыра алатын өнім ешкі сүті. Мұны түсіндіру оңай. Ешкі сүті біріншіден аллергияны қоздырмайды, сонымен қатар аллергияға бейім адамдардың ауруын түбімен жоятын қасиетке ие. Ағзаны қалпына келтіруде ешкі сүтіндегі май түйіршіктері сиыр сүтіне қарағанда өте төмен. Сондықтан да адам ағзасына түскен ешкі сүті тез қорытылып, сіңетіндіктен түрлі фактуралардың салдарынан әлсіреген ағзаға өте пайдалы. Сонымен қоса ешкі сүтінің құрамында калийдің мөлшері өте көп. Сүт құрамындағы бұл элемент әлсіреген ағзадағы жүрек қан тамыр жүйесі жұмысына өте қажет болып келеді. Ендігі кезекке сүйекке пайдасы. Ешкі сүтінің құрамында сүйек тіндерін қатайтатын кальций және Д тобындағы дәрумендер қоры жеткілікті. Сондықтан да дәрігерлер балаға 1 жастан бастап рахит ауруының алдын алу және оны емдеу үшін ешкі сүтін беруді ұсынады. Сондай-ақ дәрігерлер мен ғалымдардың дәлелдеуінше, бұл киелі жануардың сүтін сүйегі сынған адамдар күніне 1 стақаннан ішіп тұрса, сүйегі бітіп қалпына келу процесі 2 есе жылдам болады. Асқазан және ішек ауруларында. Асқазан және ішек ауруларының кез келген түріне ешкі сүті шипалы. Оның құрамындағы лиазин асқазан және ішектегі шырышты қабық жараларын емдейді. Егер асқазан жарасы зардабын тартып жүрсеңіз, онда сізге ешкі сүтімен жүргізілетін мынандай ем көмектеседі. Күн сайын таңертең аш қарынға ешкінің 1 стақан шикі сүтін ішіңіз. Содан кейін кешке дейін ұрттап 2 стақан сүтті тауысу қажет. Емдік курс 21 күн жүргізіледі. Сонымен қатар ешкі сүті диатез дертіне, ұйқы безінің қабынуына, қант диабеті дертіне, қатерлі ісік дертіне, ешкі сүті жүкті аналарға да пайдалы болып келеді. Сол үшін де ешкі сүтін 99 түрлі ем түріне пайдалы деп бекер айтпаған. Достар, сіздерге видеом ұнаған болса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын, видеоларымды жіберіп алмаңыздар.